Күн яхшы болсын бағалы телекараушылар. Дағыстан өкімет телерадио компаниясының ноғай бөлігі өзінің кезекли берілісін басылайды. Эфирда соңғы хабарлар. Студияда Зафира Магомедова. Ел тамамын келтіріп. Халқымыздың өктемлігі болған оркестріміз республикадағы халық алатылар оркестрлерінің арасында өзінің ұсталығымен, солыплы коллективі мен белгілі деп айтсақ, сөзімізде яңылыс болмаз. Оркестр түзілгеніне 30 жылға юық болады. Сол вақыт ішінде Ноғай өкімет халық алатылар оркестрі халқымызғы саниятын, аң байлығын өстіріп келеді. Барын тізіп айтпасақ та, біздің Дағыстан радиосына келіп, көплеген жырлар ем аңлар yazып қалдырғаны ақында айтсақ та тамамлық етер. Онан басқалайда, қалай республикамызда, солай оның тысында да өткөрілетін шараларда қатнасады. Өткен жылда солай болғандар деп ойлаймыз. Әні оның ақында оркестрдің жетекшісі Бекмырза Құдайбердиевке айтпаға тілегенде бұлай жауап алдық. Кеткен 2022 жылда Ноғай өкімет халық сазалықтар оркестрінде бек көп клубтар етілді. Ол репертуар жағынан, гастроль жағынан, айлап бек күшті мәні берілді. Пушкинский картаға белкім сіз естіген болғандырсыз. Россия өкіметінде Маданият министерствосында ойланып шығарылды. Ол Пушкинский карта bizim ясларымызды 14 ястан алып 20-ге сқадим ясларды Маданиятқа юқландыру үшін неге десе өзіңіз көріп тұрасыз, бүгінгі заманда интернетте айлық көп информациялар болады, керектілерді, керек туылады. Солға себеп болып, ястарды өзінің маданиятына юқландыру үшін сол программалар ойланып шығарған. Онда яслар театрларға үйірме болады, концертный организацияларға үйірме болады, музейлерге барма болады, экскурсияларға үйірме болады. Сол программамында бізден бек күшті кішілік қатынастық. Мектепте оқитын оқушыларға ашық дәрістер жүрттік, мастер-класслар, лекциялар, бізге оркестрға экскурсия мандалылар келділер. Ол сөйтіп келекті де, иншалла, басқа регионларда яшайтын ноғайларымызға сосы программады батырмаға сүйеміз. Репертуарын ақында айтқан заманда, бүгін оркестрдің репертуар айлақ кең, айлақ үлкен, неге десе ноғай ерлардан алып, классикалық произведенияларына ойналады. Оның ішінде бізде российский авторлардың, композиторлардың произведениялары бар. Еңді басында өзегінде ноғай произведениялары. Оның ішінде біздің композиторларымыз Музадин Османов, Максутов Залимхан Магомедовичтің ерлары, Максутов Мурат Залимхановичтің ерлары, произведениялары бар. Оның ішінде бізде Умар Вайсовтың ерлары бар. Яхия Таймасхановичтің, Құдайбердиевтің жерлары да үлкен произведениялар, развернутый формалық произведенияларын ойналады. Bizim бұрынғы ерларымыз, бұрынғы күйлеріміз, саздарымыз, неге десе ол bizim байлығымыз, ноғай халқымыздың сол инструменталық произведениялар бізден архивімізде бар. Олар расшифровация етіледі, соң оны нотаға көшіреміз, нотаға көшірген соң оркестранттар үйренеділер. Сонан соң біз оны халыққа естіреміз. Гастрольдің ақында айтқан заманда бүгін Ноғай оркестрдің гастрольный график айлақ тығыз. Неге десе, оркестр үлкен составымында, кішкей составымында айырым артистлер көп концерттарда, фестивальдерде, конкурстарда қатнасады. 11 аяғында 40 патшалыққа да біздің айырым артистлер барып келеділер, өздерінің өнерлерін көрсетіп, Ноғай халқымыздың маданияты, санияты бір халқының кемту екенін биікке көтеріп, сөйт белгі салып келеді. Аллаға шүкір, өзіңіз көріп тұрсыз, бүгін біздің халқымызда белгілі шайырларымызда, композиторларымызда асту, солардың юбилейлерінде біздің артисттер табыладылар. 11 аяғында өкіметтің календарный байрамларда асту, сонда сценариялар ясап, программалар етіп, өзіміздің оркестровый произведенияларымызбен халықпен бөлісеміз.